Сәлем достар, біз бүгін егов порталы арқылы декларация тапсыруды үйренеміз. Ол үшін аут сертификат түрімен кіреміз. Арнаға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Аут сертификатымен кіргеннен кейін кеден және салықтар бөліміне өтеміз. Салық салу бөліміне өтіп, декларация тапсыру функциясын басамыз. Онлайн сұрау батырмасын басып, салық салу кезеңін, яғни өзіміз туралы мағлұматтар толтырамыз. Ең бірінші 2023 жыл таңдаймыз. Салық төлеушінің санаты ретінде В категориясын таңдайсыздар. Бұл декларация 2022 жыл бойынша есептеледі. Бастапқы кезеңін таңдаймыз. Біз Қазақстан Республикасының резиденті болып саналамыз. Одан кейін төменде берілген графаларды мұқият оқып шығып танысамыз. Өзіңізге қатысты графаны таңдайсыз, немесе біз сияқты ең соңғы графаны таңдаймыз. Одан кейін мемлекеттік органды таңдаймыз. Әркім өзінің қаласын, облысын, ауданын белгілеп шығады. Барлығын мұқият толтырып болғаннан кейін алдын ала қарауға жібереміз. Яғни қателерімізді жөндейміз. Сіздерде ешқандай қателік болмаса, әрі қарай декларация тапсыруды жалғастырамыз. Артқа жүру батырмасын басамыз. МКО-ға жіберу батырмасын басып, өзіміздің декларациямызды жібереміз. Ең соңынан РСА сертификатымен қол қоямыз. Қол қойғаннан кейін 15 минут ішінде сізге хабарлама шығады. Мәртебені жаңартып отырамыз. Ұзақ уақыт алатындықтан мен видеоны қысқарттым. Ал сіздерге пайдалы ақпарат болсын. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.